Sarebbe bello se fosse me, così da bionda americana, o si innamora o la trasforma in rara. Lo voglio dalla curiosità, ma dimmi un po' la verità. Voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto il cuore.
қалтаңызда бола берсін, қызық қуаныш бола берсін, Адиямыздың жасы ұзақ болсын, дені сау болсын деген ниетпен әрқайсымыз өз той шашуымызды осындай кішкентай қалта ретінде әкеліп отырмыз. Қазір әр қалта өте көп, сондықтан қайсысы кімнің қалтасы екенін әсет шатасып жатыр. Сол себепті әрқайсысы өз қалталарын айта қойса, ең бірінші тұрған қалта бізде Құдағи, сіздердің қалталарыңыз, айнеңіздің. Диана бұл Әселдің подружкасының қалтасы. Дана мен Рушананікі, оны мына қыздарға береді. Екінші мынау, кімнің қалтасы? Екінші қалта. Сайран тәтенің қалтасы, Баян тәтенің, оны үші жаққа, мына жаққа береді. Үшінші мына қалтаны, мына қалтасыныкі еркеш, Гау жеңгеніміздікі, Викторовкадан сұрашағанмен Гау жеңгенімді, оны өкісі жоқ, үлкен де үстіне берейік. Үлкен де үстіне берейік. Келесі шайнекпен қалта кімдікі? Гүлжан мен Айгерінің қалтасы, оның кім үстелге берген жоқпыз қайсы? Ең соң үстелге бақтыңыз. Мына үстелге берген жоқ, берген жоқ, қазір оған мына қалта кімдікі? Еркеш жеңгеміздікі, оны соңғы үстелге. Мына Айдана сенікі. Айдана абысыныкі, оны Аялының Ташнаныкі, Әселдің сестрасы, оны өзің үстелге қойды. Мына жерге келеді. Құдағидің қалтасы, Айсараның үстеліне. Мына үсті, мына қалта, Құдағидікі қайда берейік? Құдағидің үстеліне алғыш, құдағидің көнден отырған үстелге. Мынау да құдағидікі, оны одан кейін үстелге. Ауыр екеуі. Одан кейін бұл Әселдің келінікі, оны біз сіздерге неше? Екеу. Сіздерге де екеу. Айсараның қалтасы өзіне демей қойып, оны басқа жаққа. Мына жаққа. Сол үстелде. Жоқ, енді. Мына қалта, кімнің қалтасы? Егер тәтесінің, келінінің қалтасы, оны соңғы үстелде бізде екеу бар, Мынаны Мына кімнің үстелі? Кімнің қалтасы? Құдағанның қалтасы үлкендерге берейікші, үлкендерге. Мында. Мына Аманның әпкесінің қалтасы. Аманға қалтасы, мынау Әсеннің жеңгесінің қалтасы. Кімге? Сіздерде неше? Үшеу. Достарының қалтасы, және өзім енді қай жақта. Мынау кімнің қалтасы? Қыздар,
енді осы бүгінгі қалтамызға үлкен еңлігім қарғамның жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Осындай енді міне құрметке бөленіп, Еркебұланым менен Әселім екеуі осының енді тұсау кесер тойын тойлап жатқанына мен өзім алыстан кеп қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Қарғаларым Әсел, Еркебұлан бақытты болыңдар жандарым. Шаңырақтарына еш жамандық жоламасын. Бақыттың базарында балаларыңның қызығын көріп аман есен отыруларыңды тілеймін жақсыларым. Ал әулетіміздің енді ең үлкені енді елде де бізбіз, осы жақта да енді қазіргі жағдайда мен де үлкені болып сөйлеп тұрмын. Ал одан кейінгі береке бірліктерің бірге болсын, құдаларыңды сыйлаңдар. Құда деген менің өзімде құдалар бар, құда деген ең жақсы туыстар. Бір-біріңді сыйлаңдар жандарым. Бала шағадан өсіп өніп, біз келген сайын көркейіп өсіп отырыңдар. Туғаннан бері қасымнан табылған осы анашым мен Бақан апай шағын өзімнің жай рахметімді айтайын деп жай сый дайындаған болатынмын. Мама қайдасыз? Айдыгүл туғаннан бері мама өзі қыстың суығына да қарамай, жылысына да қарамай, қырқына шыққанша дейін күнді кеп тұрды ғой мама. Рахмет анашым сізге. Мамамыз көрмеген сізге алғысымыз шексіз. Сол енді кішігірім сый саяхатымызды жай көңіл ғой. Соны қабыл алып. Шампан. Осы кожаный сумка. Еңбегіңіз зор ғой енді, көп рахмет. Алла разы болсын. Аналардың еңбегі зор ғой енді. Сол ауырмай, қалмай, немерелеріңіз, шөберелеріңіз қызығына тоймай, арамызда аман есен жүре беріңіз, анашым жүріп жасаңыз. Сосын Бақан әпкеге де біз осы роддомнан шыққанда мамканың жоқ, енемнің жоқтығын білдірмей, бүкіл столды барын осы кісі жасаған болады менің қайнапам. Сізге де алғысым шексіз, әрдайым жанымыздан табыласыз. Сол сізге де сұрағым. Бақан беріп. Тоже кожаная сумка. Көп рахмет. Осылай той думан бола берсін баршамызда. Қызық қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге көптен көп рахмет барлықтарыңызға. Сосын тағы бір айта кететін жайт, ертең маманың туған күні 7 ноябрь. Біз сосын ұл қыздарының, күйеу бала, ұлдарының атынан төртеуміз шағын мамаға сюрпризіміз бар. Ертең маманың туған күні ғой 7 ноябрь. Анашым, сізді біріншіден бүгін Еркебұлан мен Әселді тойларымен шын жүректен құттықтаймын. Өте қуаныштымын, мана кіріп келе жатыр ғой, прям жылағым келіп, қуанып өзін той жасап жатқан сияқты. Осы Айюшамыздың денсаулығы мықты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, даналы, саналы, салиқалы ұрпақтардың қатарынан болсын. Осындай қуаныштарың көп болсын. Папамыз бен Юра құдағиымыз бір аунап жатқан шашында да осы тойды көріп, солар көрмеген қызықты, қуанышты анашым сіз көріңіз. Еркебұлан, Әсел, барлық туысқандар, барлығымыздың басымыз тек қана осындай тойда қосылсын. Отбасыларыңа, барлықтарыңа шын жүректен барлық жақсылықты тілеймін. Алла көзден сақтасын. Көп нәрсе айтамын деп отырғам. Ұмытып тұрмын. Сосын ертең былтыр бір жыл бұрын Әсел анашымызға туған күніне үлкен сыйлық жасаған болатын. Айдюшамыз келді. 6 күн Айдюшамыз ертең біздің мамамыздың туған күні. Сондықтан ұлдары, қыздары, келіндері, күйеу балаларының атынан біздің мамаға бриллианттар бар. Алтын абор, анашым туған күніңізбен. Сізді құттықтаймыз. Аман болыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Папа көрмеген қызықты сіз көріңіз, арамызда ақылшымыз, тірегіміз болып жүре беріңіз. Сіздердің жақсы жолдарыңызды біздерге берсін. Көп рахмет.
Мама айтқан ғой, ештеңе алмаңдар, әуре болмаңдар. Ал мамка, келе жатқан туғаныңыз қайырлы құтты болсын. Сізге тілеген тек қана жақсылық, ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын. Арамызда ойнап күліп жүре беріңіз, жүз жасаңыз, одан да асыңыз. Сенің сорың болды. Иә, бағым рас, кейбір құрбыларым енелеріне айтып, мен енемді айтады, қышты сенің енең жақсы, я говорю, я повезло мне өте. Иә, Аллаға шүкір, немерелерін бағып, бізді бағып, ақылын айтып, осы күнге дейін жеткізіп, келе жатқан туғаныңыз қайырлы құтты болсын. Құдағи, міне жаңадан естіп отырмыз, Алла жазса ертең туған күніңіз екен, жасай беріңіз. Сіздің ортамызда отырғаныңыз біз үшін өте ерекше, сіздің орныңыз біз үшін өте бөлек. Сізге тек денсаулық, бақыт тілейміз. Әрдайым осы немере шөберелеріңіздің, осы бала-шағаларыңыздың сізді алтын қаптап, күміске қаптап үстіп жүре берсін. Отбасыңызға бақыт тілейміз. Анасы бар адам деген ешқашан қартаймайды дейді ғой, міне. Рас, біздің анамыз жоқ болса да, сіз әрдайым білдірмей біздің міне Еркебұланның мен Әселдің үйінде қандай қуаныш болса да жүгіріп кеп осылардың барының жоғын білдірмей әрдайым ат салысып, от салысып жүгіріп жүресіз. Аман есен отыра беріңіз, қартаймаңыз. Тек денсаулық тілейміз сізге. Туған күніңіз құтты болсын. Қайырлы кеш, бүгінгі Адиямыздың бір жас мерейтойына жиналған барша қауым. Бүгінгі Адиямыздың бір жас тұсаукесі алғашқы мерейтойы құтты болсын баршаңызға. Тек қана дені сау, үлкен азаматша болсын, болашақ жарқын, ата-анасын әрқашан қуантып жүре берсін, тек қана жақсылық болсын. Ертеңгі маманың туған күні құтты болсын, деніңіз сау болсын, ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз, 100-ге дейін жетіңіз. Сіздің жақсы жолыңызды берсін бізге. Сол барлықтарыңызға тек қана осындай қызық қуаныш, той болсын үйлеріңізде. Рахмет құлындарым, рахмет осындай менің туған күніме куәгер болып жатқан. Негізінде өмірдің есігін ашқан күнім 60 жылғы 7 ноябрь екен. Бірақ мен туғанда әкем менен шешем екеуі некеге отырмапты. Январда отырып, санақ жүріп кітабын жауып атқан кісіге біздің үйде бір тума бар еді деп, сол 61 жылғы 25 январға тіркеген екен. Мен күтпедім шын мәнінде. Мен үшін баға жетпейтін байлық ол сендердің амандықтардың, сендердің жақсылықтарың, Аллаға шүкір, өсіп өніп келе жатқан осы немерелерім, солар аман болса, сендер аман болсаңдар, мен баймын, мен қуаттымын. Рахмет. Құрметтерің Алладан еселеп қайтсын. Біздің жақсы жолдарымыз сендерге жұғысты болсын жандарым. Жігіттер музыкалық спалда, үстіңдерде
Қадірлі меймандар, барлықтарыңызды екінші дастарханда қайта көргеніме, сіздермен қайта қауышқанына қуаныштымын. Алдарыңызға қойылған ыстық тағам, ыстық шайымызбен алып ішіп жеп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерді құрметтеріңізге бір әсем ән шашуымыз қабыл алыңыздар. Ортаға бір-бірлеріңізді әдемі биге шақырыңыздар. Сіздер үшін мен көктемнің самалы боп тілесем, егер де сен теңіз болсаң қоңғияр, сол теңіздің толқыны боп үндесем, егер сені мөлдіреген жыр десем, бар екенін өмірде сезбесем, сен жанымда жүрмесең, махаббаттар бар екенін
Sen жанымда жүрмесең махаббаттар бар екенін өмірде сезбес едім сен жанымда жүрмесең Астарыңыз дәмді болсын. Енді сіздердің құрметтеріңізге тағы да әсем ән шашу. О, қала біздің сүйікті Көкшетауымыздың құрметіне сіздер үшін. Көруге көздер ашық, көруге көңіл дояу, түнімен ұйқы қашып, қалғанда таңға таяу. Ақырын есік ташып, төменге түстім баяу, асықпай анық басып, көшеге шықтым жаяу. Оянды ерте қала, асығып суыт жандар, тыныққан оймен сана, жүгіріп шыныққандар. Оянды ерте құстар, және де терек талдар, оятты біреулерді тірлікпен себеп салдар. О, қала, о біздің ару қала, көзіңде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? О, қала, о біздің әсем қала, сөзіме үн қатпаған, жайын жұмбақтаған, сырымды кімге ақтарам? Шамдардай шағылысқан, сандардай жаңылысқан, жан-жаққа бара жатыр, адамдар сабылысқан, сендердей тоғылысқан, сендердей жаңылысқан, жан-жаққа бара жатыр, адамдар сабылысқан. О, қала, о біздің ару қала, төзімде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? О, қала, о біздің әсем қала, сөзіме үн қатпаған, жайын жұмбақтаған, сырыңды кімге ақтарам? Өзінде жауап бар ма? О, қала, о біздің әсем қала, сөзіме үн қатпаған, жайын жұмбақтаған, сырымды кімге ақтарам? Сөзіме үн қатпаған, жайын жұмбақтаған, сырымды кімге ақтарам? Алайда, қымбатты ағайын, қадірлі меймандар, алдарыңызға қойылып жатқан ыстық тағам, ыстық шайымыздан алып жеп отырыңыздар. Біз тойымыздың тілегін әрмен қарай жалғастырайық. Келесі осында отырған барша 7-ші және 8-ші дастархандағы қонақтарымызды ортаға алдырайық. Келіңіздер, 7 мен 8 ортаға. Достары, жолдастары.
достары, жолдастары, апа жезелері кім бастап берді араларыңыздан? Енді қысылмаңыз, әр дастарханның үлкендері сөйлесіп, бір екі адам қалғанымыз қосайық. Кім? Ал құрметті ағайын туыс, Екітай Әсел, бүгінгі тойларың құтты болсын. Адишамыздың бір жас тойы үлкен той болып жатыр. Той-тойға оласын, жаңағы көп кісілердің тілектері бәрі қабыл болсын. Тек жақсылық бола берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыс бауырлар, жолдас жоралдар, ағайын жекжат құдалар. Бүгін Әсел мен Екілтайдың қызық қуанышына жиналып жатырмыз. Осы той-тойға ұласа бересін. Екілтай Әсел бүгін кішкентайлардың қызық қуанышына бүкіл ағайын туыс жинап осындай үлкен той жасап жатсын. Көкшетаудың жерінде үлбіреген той міне. Тойымыз тойға ұласа берсін. Осы қызық қуаныштарында барлығымыз тамашалап, осының қызығына тоймай жүре берейік. Отбасыңа қызық қуаныш, дендеріңе саулық, бастарыңа бақыт тілеймін. Өмір атты теңіздің махаббат атты толқынында қалықтап жүре беріңдер. Бала шағаларының қызығын көріп, отанымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Міне біздің әулетімізде бүгін үлкен той. Әсел, Еркебұлан бауырлармен жасап жатқан тойларың құтты болсын. Осы ортамыздағы кеше міне өмір есігін ашып, міне бүгін бір жастығын тойлап жатырмыз. Кішкентай ханшайымымыздың жасы ұзақ болсын, әрдайым жолы ашық болсын. Тек жақсылық, денсаулық тілейміз. Алла тіл көзден сақтасын. Енді міне ата-анамыздың көрмеген қызық қуанышын біз көріп жатырмыз міне. Тек осындай отбасымызда қызық қуаныштар бола берсін. Біздің міне қызық қуанышымызбен бөлісіп келіп отырған құда жекжат, дос-жаран, ағайын туыс, көрші-қолаң бәрі міне. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда міне осындай той қызық думан бола берсін. Міне дәмін татайын десе, бәрі аяқ астынан ғой міне. Алыстан атамыз бен апамыз да келіп отыр екен. Біздің өзіміз міне жаңа көріп отырмыз. Атамыз бен апамызды қандай қуаныштымыз, рахмет. Ата-анамыз жоқ болса да міне атамыз бен апамыз ортамызға кеп толып, ортамыз толып міне күшті болып жатыр тойымыз. Аллаға шүкір. Әр отбасында тек осындай жақсылық тойлар бола берсін. Осы екі бауырымның жасап жатқан тойы тек қызық қуанышқа ұласып, арғарай осы кішкентай ханшайымымыздың мектеп табалдырығын аттап, 11 бітіріп, ойлаған арман мақсатына жететіндей үлкен университетке түсіп, ата-анасын қуанта беретін осындай қыз қуаныш тойында тек қана осы тойда жолға берейік. Көп рахмет барлықтарыңызға. Ал құрметті ағайын туыс, бүгінгі тойға жиылған қауым, барлықтарыңыз біздің тойымызға қош келіпсіздер. Бұл тойға жиналып отырған халық біздің алысымыз емес, барлығы жақындарымыз. Сондықтан алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін арнайы біздің тойымызға деп келіп отырғандарыңыз үшін Алла разы болсын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Ал Екілтай, Әсілнай бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын. Осы кішкентай Адикошамыз, біз Адикошаны 13 жыл күттік. 13 жылдан кейінгі, бір мүшелден кейінгі бізді көп күттірген Адикошамыз болғасын, біз енді бұған ерекше той жасап жатыр ата-анасы. Әрбіреуіңіздің тілектеріңізді, баталарыңызды алу үшін осы Адиконамыз 100 жасасын деп, әрбіреуіңіздің айтқан тілектеріңіз қабыл болсын деген ниетпен осы шаңыраққа барғанымызды жинап отырмыз. Енді Адиконамыздың жасы ұзақ болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, дені сау болсын.
әрқашан ата-анасын, елдің үлкен бір үлгі тұтар азаматшасы болып өссін. Ешкімнің алды болмай ақ қойсын, арты да болмасын, ортасы болып аман есен, ең бастысы дені сау, аман есен ортамызда өсе берсін. Тәтті қылықтарымен тәтті балалық шақ тілеймін. Енді бүгінгі мынау тойымыздың жасап жатырмыз. Манадан бері біздің асабамызда бірнеше рет біздің әулетіміздің, әкеміздің атын айтып жатыр, иә. Сондықтан біздің ата-анамыз да бүгін бір аунап қалған шығар деп ойлаймын. Біздің құдамыз да өте сондай керемет кісі еді. Енді осындай әселдей бізге керемет алтын қыз тәрбиелеп өсіріп берген құдамыз бен құдағиымызға мың алғыс. Енді осындай құдағиымыздың тәрбиесін алып өскен әсөнайымыз біздің алдымыздан ешқашан көлденең кесіп өткен емес. Осындай қыздың ананың тәрбиесін алып отырып өсетін біздің Адилшамыз да өте ибалы, инабатты, өте тәрбиелі болып өсетінде еш күмәніміз жоқ. Сендердің шаңырақтарың биік болсын, әрқашан үйлеріңде осындай қызық қуаныш бола берсін. Біз бәріміз соған куәгер болып жүре берейік. Сіз туған әпкесіз ғой, қайнапасы, иә, туған? Иә. Мен қайнапам болса, мен мақтап атса, мен кеп құшақтайтын едім. Кәне осылай. Бұның өзі кәнді абырой ғой, қайнапасының мақтап есту деген. Біздің әулетіміздің атынан сендерге тойдың шашуы, барлығының аты жазылған ішінде, өзі жұқа болса да ішінде бұқа деп. Бәрімізге қызық болып кетті, ішіне қанша жарайды. Әрмен қарай жалғастыратындарыңыз бар ма араларыңыздағы? Кім бар? Ассалаумағалейкум, барша тойшыл қауым. Баршаңызға көп-көп рахмет. Осы біздің әулетіміздің осы қуанышымызды бөлісіп, ортақтасып, бізбен бірге көңіл көтеріп, осы қуанышты бөлісіп жатқандарыңызға мыңдаған бір алғыс сіздерге. Және де осы бүгінгі қуанышқа себеп беріп отқан осы кішкентай ғана ханшайымыз Әлияның бір жасы құтты болсын. Еркебұлан, артынан ерген өзім інім. Әрқашанда бауырларымен өзім мақтан етем. Бауыры мықты болса, ағасының әрқашанда еңсесі биік жүреді дейді. Сол себептен мен әрқашанда өзімнің артынан ерген бауырларым әрқашанда дән ризамын. Аллах тағала әрқашанда тек жақсылық берсін, отбасыларыңа береке бірлігін берсін. Әсел екеуің қос жастықта қоса қартайып, осы Алланың берген қызықтарын, Алланың берген құлындарының қызығын көріп, әрқашан аман есен, орталарыңа сыйлы, әрқашанда жан-жақтарының қадірлі, достарыңа шөріне, ағаларыңа інім көп жүре бер аман есен. Және де осы баршаңызға айтарым, осы жерде отырған баршамыздың әрқашанда шаңырағымызда осындай тек қана қуанышпен, шаттық, ойын күлкі бола берсін. Көп-көп рахмет, аман болыңыздар. Келгендеріңізге рахмет. Бұл той енді біздің әулеттің тойы болғандықтан енді баршаңыздың қадамдарыңызға гүл өтсін деймін. Және де Еркебұлан Әселдің Әдекөшіміздің туған күні құтты болсын, бір жасы өмір жасы ұзақ болсын. Не деймін? Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Аға, жеңге, бүгінгі жасап жатқан той түрлеріңіз құтты болсын, ұзағынан болсын, тойларыңыз тойға болсын. Кішкентай Әлияның жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, биік шыңдардан көрінсін. Рахмет. Рахмет. Кім бар? Құрбыларыңыз бар? Коллегаларыңыз қайда жұмыс істейді? Екі ретте? Еркебұлан, Әсел, бүгінгі тойларың құтты болсын. Әдиямыз үлкен қыз болсын. Ең бастысы тілейтінім дені сау болсын. Ата-анасының мақтанышы болсын, ата-анасы аман болсын қасында. Тек жақсылықты тілеймін, сіздерді қуанта берсін. Жаңа қайнапасы айтып отыр ғой Әселді, сондай алдымыздан өтпеген деп, сондықтан мен Әселді танимын. Әсел өзі бір жүрегі таза, мейірім жандардың бірі.
осындай анадан тәрбие алған Әлия да ертең осындай бір инабатты қыз болып өсе берсін деп өсуіне тілектеспін. Сол Әсел, өзіңнің отбасыңа жақсылықты тілеймін. Қуаныштарың көп болсын. Сен өз өмірдегі бар жақсылыққа лайықтысың, барлық махаббатқа лайықтысың. Бар жақсылықты тілеймін. Отбасыңмен бірге бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Қалғандарымыз қосыламыз, Енді бүгінгі біздің осы ортамызда Әдия қызымыздың қуанышына тұспа-тұс келіп отырған, өзінің қуанышын шетке тастап, бүгін осы біздің Әдия қызымыздың тойына келіп отырған, яғни жездеміз, Нұрка жездеміздің туған күні екен. Нұрка жездеміз қайда екен? Нұрка жездеміздің туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақытты өмір рахмет. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Енді арнайы біздің бір кішігірім сіздің жолдасыңыз ба? Арнайы біздің кішігірім сый-сияпатымызды енді арнайы сізге табыстайық. Бүгінгі өзіміздің келініңіздің атынан иығынан Сізге современный шахан атымыз жанұямыздың аты. кигізіп берейік, рахмет. Почти сіздің бажаңыз ғой енді, былай қарастырып. Алсын ба бажамы? О! Құтты болсын. Рахмет. Қайнапамызға пакет десің өне. Бір дизи, магарила аласамыз. Ал енді қаламыз. Büyütken ma ömrüden
назар аударсақ, қымбатты ағайын, мен ортамызға бір сіздердің ерекше қошеметтеріңізбен бүгінгі кештің кейіпкері, тойымыздың себепкері, мен ортамызға Әдия қызыңызды және де Шәріпхан әулеті ортамызға Еркебұлан ағамызбен Әсел жеңгемді алдырайыншы. Той иелері. Енді сіздерді ортаға бекер алдырып жатқан жоқпыз. Енді арнайы біздің Әдия қызымыздың бірінші дастарханында үлкен ас ет болса, енді арнайы Әдия қызымыздың бүгінгі керемет кешінде бір естелік болсын деген ниетпен тәтті тағам ортамызға тортын алдырып отырмыз. Өмірі тәтті болсын, сондықтан ортамызға тортты алдырайық. Қол соғыңыздар ағайын. Өздеріңіздің армандаған өздеріңіздің бір сәттеріңізді қазір осы іште сақтап, бір өздеріңіз мына бір шамды бір үлесіңіздер, е? Бірге. Бірада сен 2 метрден алыс тұра бер, сол өздеріңіз білеміз. Ой! Барша армандарыңыз орындалсын. Қыздарыңыздың балалық шағы өте тәтті болсын. Ал, енді мына тортты кесіп бір дән ауыз тигізейік, естелік суретке түсіп алыңыздар. Свет жағайын. Тілі көзіне сәттіңіз. Ал енді анасы, үйдің отанасы ретінде өзіңіз осы тортты кесіп, бір-бірлеріңізге арман жасайық, дән ауыз тигізейік. Күйсе беріңіз, ақын. Әбіл Мансұр қайда? Әбіл Мансұр билеп шашап қалған сияқты. Әбіл Мансұр жатып келіңіздер ортаға. Ол да осы үйдің баласы ғой. Қыз туғаннан кейін мүлдем көңіл бөлмейді кестіру бар мысы. Кел, Әбіл Мансұр шақырыңыздар ортаға. Болаш. Ал енді осыны біреулеріңізге демалыс тигізуге. Әбіл Мансұр кел, тамақ жешай олайық ішкен. Сен бекер қоқтан шешіп қол. Жоқ болып кетті. Допинг, бірдеңе берсеңіздер. Мен сенің алдыңнан тортты көріп тұрмын. Бір отбасы болып естелік суретке түсіріп алыңыздар, фотограф. сыйлығымсың тағдырдан саған алып үйден алыс
Керемет. Міне, қыздар үшін ән шырқап жатқан атамызға 3 қыз бен 2 жігіт керек. Енді әдемі билейтін, тойымызды көтеретін кім бар? Ойынға қатыспағандардан шақырсақ болады. Қазір 3 қыз бен 2 жігіт. Кім? Бахан. Бахан қайда? Баха келіңізші ортаға. Баха Асылбек братан. Асылбек братан қайда? Баха. Баха өз Баха деген білемін негізі. Асылбек братан. Енді 3 қыздардан шығара берсеңіздер. Енді көңілді, мына қыздан шығар. Осы кісінің есімі қалай жеңгеміздің қара көйлектегі? Айнагүл. Ең көп мақал дейді. Айнагүл ханым келіңізші. Айнагүл. Жоқ. Айнагүл ханым. Сіз Айнагүл меніңіз. Анара, сіз де келіңіз. Анара. Рахмет. Анара. Сіз Айнагүл десе шақырса келеді екенсіз ғой, екенсіз. Сіз Айнагүл бола беріңіз. Айнагүл десе Анара келеді. Так, енді тағы бір қыз керек. Кім бар? Мына жастарымыздан шығарайық. Кім бар? Мадан бері тамақ ішіп отқандардан шығарайық. Қатыспағандардан дегенім ғой. Бақшагүл. Бақшагүл? Қайда екен Бақшагүл? Рахмет. Сіз кеттіңіз бе? Жолыңыз болсын. Ерте кеткен тәтелерінің пакеті тесіліп қалсын. Кім? Бақшагүл ханым. Кел. Жақсы. Енді рұқсат болса біз ортамызға сіздердің алдарыңызда Асылым би ансамблінің қыздарын ортамызға алдырайық. Ең қымбат сыйлық бір шыбауыраны сіздерге табыстайтын боламыз. Кел. 3, 2, 1. Асылым би ансамблі. Ең бірінші қыз керек дейді. Сондықтан мен қыз керек деп жатырсыз. Ең қыз емессіз, қыз емес. Мен арқа ашып жатқан емеспін. Келіңіз. Енді арнайы қыздар билейді. Сіздер осы қыздың артынан қайталайсыздар. Есіміңіз? Анара. Анара. Бәсе неге Айнагүл деген шығып жатыр сонда? Жақсы. Кеттік олай болса. Шүр. Нелімен харизма? Қол соғайық Анара қыздарыңызға. Керемет. Стоп. Қошеметтеріңіз. Анара қыздарыңыз. Керемет. Келесі. Қыз жігіт. Жігіт. Келіңіз брат. Келіңіз, братан. Братан, билемегенге көп болған сияқты ғой, шарып еңі шейік деп жатыр. Бір керек берекесіз би болды. Кім? Жігіт қыз керек па? Қыз керек па? Қыз керек дейді. Сондықтан Айнагүл сіз шығыңыз. Айнагүл. Келіңіз ара. Айнагүл ханым.
Для тебя не осталось слов у нас нехороших нет. Я ночь превращаю в рассвет. Но снова она сегодня ты, а завтра я запомни мой сладкий. Все люди как люди, а я все звезда. Күшті. Так, келіңіздер. Жігіт, кел, Бақа, братан. Ал, Бақа братанның бір поддержкасы болса. Жүйет. Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтобы ты узнала. Я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь всегда. Қош өтеріңіз, Бақа братан. Рәмін. Аманда, Линда и Роза болып тұрмыз. Келіңіз, келіңіз. Сіз шығады. Сіз арман жазсаңыз, просто арман жазсаңыз. Есіміңіз? Кім боласыз? Достар. Достар. Маған жыңыз келіп тұрмай, мен үйренемін. Үстіме үй шығып тұрған жоқпыз. Кеттік ал, свет. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızda, her gün eritiyor. Yeni adet gelmiş eski kıyama, dostlarla oldu. Seni gibi döndük kıran, dilinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam. Seni gibi döndük kıran, dilinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam. Келеді, қош. Және де бүгінгі тойымызда бір ғана жілік емес, екі бірдей жілік алынған екен. Сондықтан екінші жілікті енді кім сыдырды деп айтпай ақ қойын. Сондықтан Сашка ағамды ортаға шақырайыншы керек екен. Бұлай да білесіздер ме? Неге жілікті аяқпен сыдырғансыз ба? Ақсақ келеді. Мына сияпатты арнайы той иелері атынан бүгінгі біздің ағамыздың атынан қабыл алыңыз. Мынаны аға, тоже. Бірақ бір рестораныңыз бар ғой, 10 мың теңге керек емес шығар. Ал енді мына сыйлықты тоже бір іншекке беріп кетейін. Ізімізді артымыздан басып жүрген, ағалап, әрқашанда тосып жүрген, Викторовка да 2-3 сағат қана болып, қалаға қарай қашып жүрген Азо бауырымыз ортаға шақырайықшы. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, Мен бермеймін деп кетіп баратқан. Сіз бермейсіз ба? Бересің. Сонда әйеліңіз айтпаса бермейсіз ба сонда? Жоқ, барып та. Жоқ, айтсам не істейін, берейін ба, бермейін ба, не істейін? Бермейін. Жарайды енді. Ладно енді. Завтра заработай. Мен бұл жеңісімді... Көрдіңіздер ма қалай? Бергісі келмей тұр, сөйлегісі келмей тұр. Жүрегі қимай тұр. Ол мен сыйлығымды әрине қарындасым Адияға сыйлаймын. Бере-беріңіз Адия қыздарыңызға қошеметтеріңіз беріп. Ал осы тектен кейін той иелерінің рахметіндегі сондықтан сәл шыдаймай. Айрама диско.
қаншама жыл өтсе дағы тыңдағым келеді тағы текке керек өзге дейден деп билемей тұрғаның еш деп төтеңді қосқан тез аяма Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Мынау досымыз Еркебұлан Әсел жасап жатқан мынау керемет думанды тойларың құтты болсын. Міне кішкентай бүлдіршініміз Әдия бір жас қатолды деп міне дос жаран ағайын туысты шақырып кереметіне басымызды қосып. Енді Алла тағала осы кішкентай бүлдіршініміздің болашақ ғұмырын баянды қылсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Ең бастысы денсаулық тілейміз. Өздерінің ағайын туыстың көз қуанышы болсын. Алла тағала болашағын жарқын етсін. Жасап жатқан тойларын тойға ұласын. Әлі де арттарынан іні сіңілері ере берсін. Тілектеспіз. Біз соны тойларды бөлісіп, қызықтарында бөлісіп жүре берейік. Әлібек соңында сөйлем дейді. Мынау құрметті қауым, Ереке, Әсел, досым мынау жасап жатқан тойлары қайырлы құтты болсын. Әдиямыз үлкен азаматша болып өссін. Тек қана қызық қуаныш болсын. Береке бірлік болсын, еліміз тыныш болсын. Мынау келген қонақтарға көп рахмет. Сол әрқашан осылай майыл дастарханда ойнап күліп жүрсін, үлкен азаматша болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті тойға жиналған тойшыл қауым. Ереке брат, Әсел жеңеше, мынау бүгінгі гүлдеріңіздің, қыздарыңыздың бір жасы құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Ертең артынан ерген бауырдары, сіңілдері болсын. Алла жазса, жұмыстарыңыздың жемісін берсін, тек қызық қуаныш жақсылықта кездесе берейік. Шақырыңызға рахмет. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін Ерекең досымыздың шаңырағында дүбірлі той болып жатыр. Ерекең досымызбен Әселжан енді ағайын туыс дос жараның басын қосып, көкшенің төрінде дүркіретіп той жасап жатыр. Тілеулерің қабыл болсын. Әр қазақтың шаңырағында мұрагер болсын, қорасында кісінеген құлагер болсын. Балаларыңыз көп болып ойнап жүрсін, ата-анасы қызық қуанышын тойлап жүрсін дейміз. Әселжан молодец, тоқтама, только вперед. Роддом жаққа барып жүр, тағы да декретке шығып алып жүр дейміз. Артынан іні қарындасы ере берсін. Тойларыңыз тойғаласын. Тағы ма? Күлімдеген көзіңнен ай көрінген, аумайды абай сүйген әйгерімнен, кешегі төлегендер ғашық болған, Әселдің Қыржыбектен қай жерген, жұптарың жазылмай аққумен қаздай, бақытты болыңдар. Енді қасқыр мінезді қайсар, білекті де жүректі Ерекең досым, кез келген сорпаның бетінде, кілемнің шетінде жүрген, кез келген жұмысты шемішкеше шағып жүрген, ұнамаған жігітті тұмыстан қағып жүрген, тойың той қаласын досым. Бақ болған басыңызға қолда қалып, бақытын бағалаған олда қазақ. Аспан асты жерісін тойға берген, ассалаумағалейкум арма қазақ. Сіздің атасы. Ал Ереке, Әсел достарым, тойларым қайырлы құтты болсын, кішкентай жасы ұзақ болсын. Тойларым құтты болсын, кішкентай жасы ұзақ болсын енді. Бағаны келіп айтып жатқан тілектер қабыл болсын. Қыз қуаныштарың ортақ болсын. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым, баршамыздың басымыз қосып жатқан Әсел мен Еркебұлан досымыздың тойына қуана келіп қалдық. Барлықтарыңызға көп рахмет. Әсел, Еркебұлан мен кішкентай Әдия балапанымыздың жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Әрқашан сендерді қызық қуанышқа бөлей берсін. Артынан тоқтамай іні қарындастары ерсін. Жаңа айтқан барлық тілектерге қосыламын. Жасай беріңдер, жайнай беріңдер, өсе беріңдер. Жұмыста тек қана табыс тілеймін. Отбасыларыңа амандық тілеймін. Әрқашан бірлікте, татулықта
аман есен жүре берейік. Ал ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауым, ереке досым, әсел, бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын, бақыттарың баянды болсын, әрқашан осылай жұптарың жазылмай жүре беріңдер. Тек қана денсаулық, үлкендер аман болсын арамыздағы, және мына Фархат бауырымызға рахмет, көптен көп өнеріңіз үстем болсын. Ассалаумағалейкум, қадірмен қонақтар, және де барша тойшыл қауым. Ереке, жасап жатқан тойың керемет, жақсы. Әрқашан осындай тойда, әрқашан осындай жақсылықта бастарың қосыла берсін. Және де мынау кішкентай қарындасымыздың жасы ұзақ болсын. Әрқашанда биік шыңдардан көріне берсін, тек қана қызық қуаныштарда осылай кездесе берейік. Жақсылықтармен қуандырып, әрқашан аман есен жүре берсін, тек көпшіліктің тілегі қабыл болсын. Баршаларыңызға тілерім тек қана ашық аспан, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын деймін. Және де тамада өте керемет. Ал енді құрметті қонақтар, мынау ортамызда небір аузын айға білеген мықты азаматтар тұр. Ол енді осы қаламыздағы жаңа ашылып жатқан техникалық лицейдің директоры Тілеген Амангелдіұлына сөз береміз. Ой, кеш жарық. Ал міне, құрметті қауым, Еркебұлан, Әсел, бүгін біз керемет кештің куәгері болып отырмыз. Әдиямыз міне кеше ғана бір жыл бұрын өмірге келді деп қуанып жатсақ, көптен күткен әдиямыз бүгін бір жасы деп тойлап жатырмыз. Әрқашан осылай әрбір қадамына, әр қызығына осылай куәгер болып бәріміз жүре берейік, осылай ақ дастархан басында кездесе берейік дейміз. Болашағы зор болсын деймін, жасы ұзақ болсын, мама сияқты сұлу болсын дейміз, әке сияқты батыр болсын, енді жолы ашық болсын. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз Еркебұланмен енді 2005 жылдан бері таныспыз, оқуға түскеннен бері. Және де Мансұр ұлын айтып жатсың ғой, арқысын кішкентайсымен өзі сондай болып келген, 20 жылда қалай өзгеріп кеткен. Мен нормально такой же, 18 жастағы. Сол тойларың құтты болсын, өте керемет, өте әдемі өтіп жатыр. Ал енді, мынау енді өздеріңіз білесіздер, Шахмет Құсайынов атындағы облыстық театр бар. Соның үлкен сахнасында мына Зүлкапыл бауырымыздың өнерін талай тамашаладық. Бұл жігіт енді қазір өнерін ұштап шыңдап жатыр. Алғашқысы жаңа театр салынады дейді, соның сахнасынан көреміз. Қайырлы кеш армысыздар, құрметті қонақтар. Жалпы осындай той қуаныш әр қазақтың шаңырағында болсын дейміз. Ал Еркош, Мұрат, Әсел, тойларың құтты болсын, кішкентай әдиямыздың қадамы құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Жалпы осы барша жұрттың айтып жатқан тілектері қабыл болсын. Рахмет. Ал енді мынау біз достармен отырғанда, осы қыз жігіттер арасында маған өлең оқытады. Мен өз балаларыма арнап шығарған бір өлең бар еді. Осы Еркебұлан, сендердің балаларыңа да тілегіміз осы өлеңді оқып беруге рұқсат етіңдер. Ой, бәрекелді. Жетімек мейірім жылаған, жүрегім аспаннан құлаған, ақ қардай аппақ еді әуелде. Күдік жоқ, күйік жоқ көңілде, шынайым, тұнығым, арлымын, жалған боп жаралған өмірде, жоғалтып алдым ба барлығын. Адамдар жүрегі бүлінген, ішінде тозақы жарыстың, жер шары кірпікте ілінген, бір тамшы көз жасы ғарыштың. Қоғамның бұзылған бұл күнгі, аярлық еседі бетінен, сен досы періште күлкіңді, жоғалтып алмашы өтінем. Қылығым қайғымды таратқан, өзімнен өзімді таныдым,
жоқ едік әу баста жаратқан, Алланы ұмытпа жарығым. Сағаттың тілімен үгіліп, таусылып келеді ғұмырым, Аллаға жүрекпен жүгініп, жақсылық тіледім құлымым. Рахмет. Керемет, міне. Ақында бере қой. Ақында бере қой. Білмеймін, өзі тығылып берді да, сосын мен де саған тығылып беріп отырмын. Рахмет. Енді барлықтарыңыз мына тілектеріңіз қабыл болсын. Шынымен жүректен шыққан сөз әрдайым жүрекке жетеді. Бірақ енді маған ең бір күшті керемет тілектің бірі, аққу мен қаздың махаббатын тілеген ағама бір сыйлық бергім келіп отыр. Рахмет. Мен бұрын Төлеген мен Қызбектің махаббатын тілейтін, бірақ аққу мен қаздың махаббатын еще аққу қазға қарамайды ғой. Сыйлық беріңіздерші бір ортамызға, бар сыйлықтан беріңіздерші. Табыстайық. Енді арнайы біздің енді ағатай. Шынымен осы жерде тұрған барлығы керемет енді тілектерін арнап жатыр. Енді мына сый сияпат арнайы өзіңізге. Енді аз да болса көп те көріңіз. Біздің атынан кішігірім сый сияпат. Енді бір біздің өзіңіз айтасыз ба? Бұл жігітті енді таныстырып жібермесе тағы да болмайды. Атаға орай үлкен. Ортаға қарай шықсыншы. Мынау енді арамызда көріп тұрсыздар, осы жігіттердің ішіндегі бір ең бір талантсызы мен. Ал енді осы алдымызға қойып мақтанышпен айтатын жігіттердің бірі бұл қазақтың дәстүрлі ән өнерін биік деңгейге көтеріп насихаттап жүрген Әлібек деген сіздердің біздің досымыз. Әлібек досымызға сөзіңіз деген бір ән сұраймыз. Ал енді ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, алысты жақынды осы кереметті дәмхананың, мейрамхананың басында қосқан ағайын туыс деп, аға бауыр деп, жекжат деп, дос жара деп, міне құрметті досымыз Әсел Еркебұлан екеуінің шаңырағындағы кереметтей қуаныштарын Алла берген, көптен күткен кішкентай періштеміз, ханшайымымыз Адияны бір жасы, Алла қалап бір жыл бұрын осы шаңырақта кереметтей қуаныш болса, міне бүгін сол қуаныштармен барша ағайын туыс сіздердің бастарыңызды қосып тойлап отқан жайы бар. Құтты болсын досым, көретін қызықтарың көп болсын. Әсел екеуің бақытты, бай қуатты, ақсақалды ата, ақжаулықты әже болып, немере шөбере сүйіп, төрдегі үлкен ақсақалдардың берген батасы, айтқан тілектері қабыл болып, сол кісілердің жақсы жолдарын беретін үлкен азамат болсын. Ал той құтты болсын ағайын. Рұқсат болса енді міне жерде бүгін бір 15 минут уақыт бізге бөліңіздер. Енді достар болғасын, біз енді өзіміздің дайындаған сый сияпатымыз бар деген сияқты. Бізде енді өнерлі жігіттер бар. Айтатын әндерің болса, бірден өткізіп тастайық. Бержан қалай қарайсың? 16 қыз деген Көкшетау ұстаздар арасындағы барлық мектептің арасынан озып шыққан жігіттің бірі. Сөзікі ән айтасың ба? Енді ән айтпасаңдар, ортаға мен енді бауырым, інім, Нұрқасым деген қазақтың қара домбырасын алып, қазақтың термесін, жырын төгіп жүрген, өзі блогер, өзі асаба, өзі депутаттық қойын. Осы бауырым менің атымнан осы досымның тойына, қуанышына өзінің құттықтауын алып келіп отыр. Сондықтан бір 15-20 минут енді бір көңіл өсіңіздер. Фархат рұқсат қой. Ал сіздер енді сыйлық беріп, содан келеміз. Екеуміз 15 жыл бір-бірімізді білеміз. Өнердің жолында болсын, халыққа қызмет жолында болсын, өзі белсенді, елінің елеулі Ақжар ауданы Жетүй деген шағын ауылдан шыққан, осы баршаңыз білетін шығарсыздар. Енді Ақмола облысы бүкіл Ыбырай филармониясында туған ағасы бар, Сәрсенбай деген менің бауырым бар, дәстүрлі әнші, халыққа танымал, соның ағасының ізін қуған, өзі мықты жігіт. Қазағым десе, кім десе, осы Нұрқасымды айтуға болады. Сондықтан мен Нұрқасымды арнайы шақырып отырмын. Енді бұл қазақтың домбырасымен бәріміз ән айтамыз, бірақ бұл жігіттің өзіндік домбыраға деген бір керемет сүйіспеншілік, сондай терме жырлайтын жайы бар. Сондықтан шапалақ ұрып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Енді мынандай мақтаудан кейін үйге барып киім келсем қалай болады? Шапан киіп былай. Ассалаумағалейкум, қадірмен жақсылар, тойшыл қауым. Ерекеңді көптен білеміз ғой. Ереке құтты болсын тойыңыз. Әсел жеңгемен қоса қарыңыздар.
Бүгін міне Көкшетаудың төрінде осындай той болып отыр деп айып етпеңіздер, аяқ астынан осындай спортивкамен келе салды екен, үлгермей қалдық. Ренжімесіздер, бірақ та Әлбек ағам досым бауырым айтқаннан соң бір ауыз қайрайық рұқсат болса. Ерекең бір суретке түсіп алсын. Қазақта не бір нарым бар, қазақта не бір дарым бар, естеріңде болсын арулар, қазақтың отын жағыңдар. Әсел жеңге сенің бағың бар, себебі сенің қасыңда красавчик Ерекеңдей нарың бар дегенде бір қошемет ұрып қойыңыздар Ерекеңе. Ереке сенің бағың бар, себебі сенің қасыңда Аллаға шүкір айдай сұлу әселдей міне жарың бар. Екеуің әрдайым бірігіп бақытпенен бірліктің білдесін бірге жағыңдар. Немере шөбірі бағыңдар, төрөлі төрге қоныңдар, мәңгі бақытты болыңдар деп бір қошемет ұрып қойыңыздар. Дариға-ай, домбырамды берші маған, жаныма келші жарым келші балам. Ей уақ өмірдегі көңіліме күй болып күңірініп енші қалам. Домбырай, жүрегіммен үндеседің, өзіңмен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, өнердің не екенін білмесең. Қыз едің Өбекеңнің балға дейшай, бұралған белің нәзік, шіркін ай талға дейшау. Жиылған осы тойға қалың қыздың, ішінде қара басың, шіркін ай ханға дейшау. Домбырам күйге келер бұрауменен келмейді-ай, сөз жүйесін құрауменен, гүлденген бәйшешектей қайран жасты келмейдің қайдай малым сұрауменен бір бөшбай жүрсің қалай жер баспай, жиын тойдың ішінде ән салыншы осылай. Білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің бар екен, сіздің айтар халыққа. Айтарыңды анықта, ақыл ұстай шарықта, жақсы менен жаманды опырмалап бұлжитып, көп ішінде анықта. Молда бойдың әнедай, осылай қылып ән салсам, домбырамның сәнедай. Жерден қар кетпей, көңіл шалқын жер кетпей, жердің сәніне келмейді. Қуышып қаз болмай, көлдің сәніне келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәніне келмейді. Қыз бозбала жиылмай, жырдың сәніне келмейді. Молды байдың әнедай, осылай қылып ән салсам, домбырамның сәнедай. Қошеметтеріңіз!
Енді мынау білесіздер Бекболат Түргенхановтың орындауындағы қазағым менің е. Шамамыз келгенше орындап көрейік. Арайлап таңым асқақтап тауым, мен ойлап бүгін күй тартығым, қол жетті менің аңсаған күнге, жасай бір жаса қазағым менің. Қазақстаным жас оларым әлем, қуанышымда жасыра алмадым. Аңсаған балам, аңсаған едім, бостандық еді асылдарман едім. Елім менің аңсаған, қас-көңілден босаған, құтты болсын отауымге, насip етсін ырысың. Бабамның қаны, атамның жасы, сіңген бұғдаман қанбасын бағын, береке берді қамалдың басы, ұрпаққа мәңгі қаншыдамын. Сүйімсің жосын, күйімсің жауын, жиылсын қалам, қиылсын көшін, ертеңің үшін аянбай едім, ояншы едім, жиылсын көшін. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекеңнен бірлігің бол, насip етсін ырысың. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекеңнен бірлігің бол, насip етсін Керемет, қошемет, өзің сәтті, әр нәрсенің өзің сәтті аяқталғанын қалаймыз. Сондықтан сіздердің алдарыңызда шын ниетпен, патша көңілімен халық жинап, өздеріңіздің алдарыңызда дастархан жайып отырған мен ортаға той иелерін шақырайын. Еркебұлан ағамыз бен Әсел жеңгеміз. Елдің алдында, ағайын туыстың алдында рахмет тілегі болсын. Ағайындар келген қауымға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді арнасаңыздар. Ал құрметті ағайын, туыс, құда-құдалар, дос-жарандар, көрші-қолаң, енді келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Осындай енді бүгінгі күн жұмыс күніне тарып осылай бұйырып жатыр. Ренжімеңіздер, осындай кезде уақыт тауып келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Қадамдарыңызға гүл бітсін, Алла разы болсын. Әрқайсыңыздың шаңырақтарыңызда осындай қызық қуаныш болсын, дастархандарыңыз тек қуанышқа жайылсын. Не дейміз? Енді барлықтарыңызға ризамыз, барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Бұндай енді тағы да жаңағы осы көптен күткен қуанышымыз осы қызымыз. Енді біріңіз білсеңіз, біріңіз білмейсіздер. 13 жыл күттік, шақырайық деп енді екеуміз келіскеннен кейін осы бізді қолдап, қолпашта осы жерде менің қайын жұртым, жаңа балдыздарым бар, қайын әпкелерім бар, Адияның нағашылары, өзімнің аға жеңгелерім бар, мына жерде жезделерім бар, сол достарым бар. Барлықтарыңа енді рахмет. Мәселе жаңағы не дейміз, мәселе көңілді.
барлығын біліп жүрміз, сезіп жүрміз. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Мына жерде алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді, көршілеріме ризамын, рахмет сіздерге. Мына жерде алыстағы ағайындарымыз уже кетіп қалыпты. Орындары өзі қалыпты, көңілім босап кетті сол. Мен нағашыларым ғой, нағашыларым жақсы көремін, қатты жақсы көремін. Нағашыларым каждый әрбір бір тілеу болса, бір шай болса қалдырмауға тырысамын. Өйткені олардан босамаңыз. Жыламаңыз, енді әдияны ұзатып атқан жоқпыз ғой, әлі жарқын. Жыламаңыз. Мен шынымен енді түрі грозный болса да жүрегі пупсик негізі. Түнде тұрып йогурт жейтіні бар еді. Босамаңыз. Қасы жылағаннан кейін сосын бір әсел жылайды. Әсел жылағаннан кейін мұрнынан шарик шығады. Зачем жыламайды? сол енді аяқтап сен сөзін нағашыларыма келдім ғой. Нағашыларымды жақсы көремін. Олардан сол жаңа айтып тастады ғой, Еркебұлан барлығын айтты. Мен ойымдағы тұрған барлығын айтты деп ойлаймын, қосыламын той тілегіне. Баршаларыңызға көптен көп рахмет. Біздің әулетімізде жасап жатқанымыз алғашқы тойымыз, қобалжыдық. Барлығын енді жоқ, өз ойымыздағыдай жүзеге асты деп ойлаймын, енді сіздерге де ұнады деп ойлаймыз. Кем-кетік болса кешірерсіздер. Ағайын туысқа, достарға, көрші қолаңға барлығына көптен көп рахмет. Осы бір жыл, былтырғы өткен жыл бізге өте берекелі, мерекелі жыл болды. Үлкен баспаналы болдық, жанұямыз кеңейді. Аллаға мыңда бір шүкір осы күнге жеткізген. Адия келгелі біздің жанұямызға үйімізде береке де кірді, мереке де кірді. Күнде өміріміз 180 градусқа өзгерді негізі. Барлықтарыңызға осындай қуаныш көп болсын. Сіздерге көптен көп рахмет. Екі жақ біз той өткіземіз деген жаңа Елтай айтып кетті ғой. Екі жақтың туыстарына да, жақындарына, бір туғандарына алғысымыз шексіз. Біздің Адикомызға болашағы жарқын болсын, артынан май көтен болсын, артынан балапандар ере берсін. Сол көп рахмет сіздерге барлықтарыңызға. нағашыларымды айтпай қойын. Сол барлықтарыңызға алғысым шексіз осында келген. Барлықтарыңыз келгендеріңізден шақырғаныңыз ең деп шақырған адамдарсыздар ғой, құрметті. Сол не айтайын мен. Біздің бірінші тойымыз енді, білесіздер ғой, өзіміздің жасап отқан осылай. Қиын екен, шақырып, одан кейін кім келеді, келмейді деп ойлайсың. 2 күн құрдым мынау, сіздердің отырған орында кімді кіммен отырғызамын, қайсы ешінші стөлге, ертең біреу ренжі ме, кішілеу алға секіріп кетті ме, сонда ойым болады екен. Сол 2 күн ұйықтамай, 3-ге дейін осымен айналысып бұйырған орын енді сіздерге ренжімеңіздер, егер бұлай орындарыңыз нетіп кетсе жаңағы. Сондықтан кешірім сұраймыз. Енді аз да болса көптей көріп осылай келген алтын оқ бөліп келгендеріңізге, қуанышымызға ортақтасып келгендеріңізге Алла разы болсын. Міне енді айтайын, мынау біздің бауырымыз Фархат деген. Фархаттың алтын жігіт, өнер үстем болсын, көріп отырсыздар, біліп отырсыздар. Мына жерде бұны енді біліп отырмын, мен алдында келістік осылай той деп. Енді сөйтсек, бұл жігіттің әкесімен мен кезінде бірге қызметтес болғанбыз. Әкесін танитын жігіт екен, оны азу айтады, әкеңнің баласы ғой деп. Енді өзіміздің жігіт екен. Рахмет, ұнап жатсың, барлығына ұнап жатыр. Енді достарымыздың барлығына рахмет, соны жаңа кім қойды? Білем.
Нұрқасым деген жігіттің енді келген қонақ. Сен әлбек Семей қораға тығып кеттің бұл жерде негізі. Үлкен ет болғанда. Өтім разымыз Нұрқасым Нұреке. Рахмет. Кейін сөйлесеміз бе? Енді артық кеткен, кем болған жерлер болса, барлықтарыңыздан кешірім сұраймыз, ренжімеңіздер. Тек алғыс айтамыз шаңырақтарыңызда, тек осындай қуаныш болсын. Тек қуанышта жолығайық. Мынау тойда, бір минут, ұмытып кеттім, мына тойхананың қызмет жасап жүрген осында міне бауырларымыз, қарындастарымыз бар, официант дейді ғой, енді міне алдарыңызда жүгіріп, бүйтіп жүрген сосын осындай администраторы бар, кім? Динара деген ханым. Сол кісіге, кухнядағы кісілер, дастархан жасаған барлығына алғысымыз шексіз. Қолдарына дерт бермесін, осындай ұжымдарыңыз жарасып, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Енді осында тағы да келіп отқан видеограф, оператор, фотограф, монтограф, мобилограф Ау, музыканттар, әрине музыканттар. Осында осы ненің қыздан кеште кім бар соның барлығына алғысымыз шексіз. Аталмаған аттарыңыз аталмай қалмаса, барлықтарыңыздан кешіріміз, біреуін ертерек айтып, біреуін кейін айтып қойса, кешіріміз. Ризамыз барлықтарыңызға. Отбасыларыңызда қуаныш болсын, ата-аналарыңыз аман болсын. Ризамыз. Рахмет. Рахмет. Енді шаңырақтарыңыздан қызық қуаныш кетпесін. Міне өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, Әдия қызымыз келіп шаңыраққа береке келіп жатыр деп. Енді әр бала өзінің несібесімен келеді, бірақ енді шаңырағыңызға осындай керемет қуаныш сыйлап жатқан Әдия қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Аллашысы артынан іні бауырлары ере берсін, жалғыз болмасын. Енді Аллашысы өздеріңіздің бір 10 жылдан кейін осы үлкен ұлдарыңыздың үйлену тойында да жолығуды Алла нәсіп етсін. Енді содан кейін Аллашысы пенсияға шығар мен. Ал енді қымбатты ағайын, қадірлі меймандар, барша алыс жақыннан келіп жеткен ағайын туыстар. Бүгінгі тойға келіп қуанттыңыздар. Енді аман сен арнайы өздеріңіздің шаңырақтарыңызға жетіп қуанттыңыздар. Бізде біреуге ұнармыз, бізде біреуге ұнамаспыз, бірақ жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырасыздар. Өздеріңіздің елдеріңізге әрқашанда осы асабалық қызметпен келіп жатқан кезде әрқашан құшақ жайып өздеріңіздің көңілдеріңізді білдіріп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіздің алдарыңызда өнерін көрсеткен солтүстік Қазақстан облысы Валихан ауданы Чапай елінің тумасы Арғын Қанжығалының ұлы 4 генерал әлем чемпиондары шыққан жерден келген ұлдарыңыз Сағынбаев Фархат Дәленұлы мен боламын. Рахмет баршаларыңызға. Және сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп жатқан барша бүгінгі видеограф, фотографтарға қошемет соғып қойыңыздар. Сіздердің алдарыңызда дастархан жайып жатқан керемет ұжым Ақмол мейрамханасының барша администратор, официант, аспазшы ұл қыздарына да алғысымызды білдірейік ағайын. Енді бірінші дастарханымызға құдаларымыз, үлкендеріміз, нағашылары бата беріп жатыр. Екінші дастарханға кім береді батаны? Бата бермейтін болдық. Серік жездемізден рұқсат болса бата сұрайық. Ал қымбатты ағайын, алдарыңызға қойылған сарқыттан жинап алсаңыздар. Уборка территории болып көрсін. Серік аға, елеуі Олжай. Аузубиллахиминашайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзі Құрайым беріп, Құрайым оңыласын, періштелер қолдасын. Келбес респектің кейін келбесін, асымыз ғалаттық, басымыз амандық, елімізге сауық, бақыт береке біліп көрсін. Мәденің қаламы құтты бол, кездейсе қоңыр әтті кәререн, жүзі әтті кәререн, шықтың күннен ұрғын көзінен қалып. Өмірі бақытта, бағда өлекті, үлкен азаматша бар өсуіне, осының қызық қуанышына тоймы жүрі өруі Алланың нәсіп етсін, ниеттеген тілектердің барлығын қабыл етіп, Алланың рәхмет етіп, пайғамбарымыздың шапағатымыз. Батаңыз қабыл болсын. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескен жүрміз. Сау саламатта болыңыздар ағайын.